Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Диана, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін жұма болғандықтан осындай шелпек пісірдім. Бұл шелпек тек қана су мен ұннан тұрады. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ал бастайық. Ең алдымен таза ыдысымызға қайнаған ыстық суды құямыз. Үстіне біртіндеп тұз, бір қасық қант және де 2 қасықтай сұйық май құямыз және де араластырамыз. Бұл шелпектің бір ерекшелігі, бұған ешқандай ашытқы немесе ас содасын қоспай пісіреміз. Ал енді басқа ыдысқа еленген ұнымызды дайындап қоямыз және жаңағы суымызды құямыз. Ең алдымен қасықпен немесе шаңышқымен араластырамыз, себебі суымыз ыстық болғандықтан қолымыз күйіп қалуы мүмкін. Ең алдымен осылай жақсылап тұрып араластырамыз, кейін сәл суығаннан кейін қолымызбен жақсылап тұрып қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабыспау керек. Осылай бір 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін үстеліміздің үстіне ұн сеуіп, қамырымызды жақсылап тағы бір рет ие қанғанша илеп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабыспайтын, жақсы иленген болуы керек. Енді осы қамырымызды 7 бөлікке бөлеміз. Негізі шелпекті 7, 9 немесе 14 солай бөліктерге бөледі. Әр бөлген бөлігімізді осылай домалатып аламыз. Және де үстеліміздің үстіне ұн сеуіп, әр домалатқан қамырымызды жақсылап тұрып жайып аламыз. Біздің қамырымыз тым жұқа болмауы керек. Осылай әдемілеп жайып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз жайып алдық. Енді сұйық майға немесе тоң майға пісіреміз. Менде бұл жерде аралас. Осылай пісіріп, көріп тұрғандарыңыз ағаштың көмегімен майымыз қызды ма, қызбады ма көруге болады. Майымыз қызған соң біртіндеп шелпегімізді саламыз. Және де шелпегімізді 2 жақтан қызартып пісіріп аламыз. Пісіріп алған соң алып, оны қоятын тарелкамыздың үстіне саламыз. Осылай әрбірін жеке-жеке пісіріп аламыз. Міне біздің шелпегіміз дайын болды. Көргендеріңіздей өте әдемі және де көтерілген, ешқандай артық зат қосылмаған, тек қана ұн мен судан жасалынған. Дәмі де өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де мені видеоларым ұнаса, маған лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Диана. Келесі видеоларда кездескенше. Жұма қабыл болсын, оқыған дұға ниеттеріңіз қабыл болсын. Келесі видеоларда кездескенше. Сау, саламатта болыңыздар.